салт дәстүрім қайта оралып, атаға ас берілді ауылында. Айғагөй, 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 айғай. Бұл өсін қостар халқым ағамыздың, көрістеп кеңейгені санамыздың. Риза болып атам ұрпағына, қолдағы аруағы бабамыздың. Айғагөй, 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 айғай. Риза болсын әке баласына, сөйлейік қарап қалқым шамасына. Мұндайда не айтушы ақын досым, тарату мақсат елдің арасына. Айғагөй, 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 айғай. Жырымыз ел ішіне дабыл болсын, әрқашан адам ойы әділ болсын. Өтекең атамызға ас берілді, қайырлы балдарына қабыл болсын. Айғагөй, айғагөй. Кезелес әкімдікке бағынатын, ұлдырыс салт дәстүрді жариялап, болайық ел ішінен табылатын. Халқының дастарханды құрап басын, тегіштеу қабыл қылсын берген асын. Өтеш қали атаны тұр деп, қол соғып құттықтайық 70 жасын. Өтіп дүниеден 45-тен, өмірлер өтті талай десті-дестен. 25 жыл өткен соң ас беріліп, ел болып атамызды алды кеске. Бұл асты жасаған жоқ асқандықтан, жөн болар халқымы да бастан ұққан. Ақылды бақытжандай ағамыздың, өз ойы үлгі тұтар жастан шыққан. Бар қазір бастамағы адам керек, мейлі ол нарық қысқан заман керек. Ас беру аруақты арадақ тұтып, мәні зор салт дәстүрге тәрбиелік. Бұл дәстүр жалғас тапса елдің бағы, ұмтылу қазақтыққа жақсы жағын. Ұрпағым тұяқтарын тірілтіріп, атаның аунап жатар аруағы. Жебемей өлітірі баймас бар, түсінбес осы сөздау ақылаздыр. Мен бұлдым өз ойымды ортаға сап, ақыным не айтасың сенде қозғыл. Дәулет, қашып кетуіміз сұраймыз. Саппойдың кассынан ақша қылу керек мыналарға. Ол өзден не білушек бала шақты, сөздер көп тыңдай берсек ала шаппа. Үйреніп үлкендерден дәріс алып, жалғасын тапса жақсы болашақты. Айғагөй, 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 айғай. Ақын кім қалқына жыр жолдамаса, еленің қал тағдырын толғамаса,
Бұл дәстүр басталарда қалып қояр, халқының қадірлі қолдамасы агигагой, 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 агигай. Білмейміз халқыма болмар ма, болмасы сырттай күліп сынады ма. Ақынның міндеті ғой бастаманы жеткізу басшылықтың құлағына агигагой, 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 агигай. Халқынды жатпасақ та жандандырып, қарсалар аруақтар алдан күліп. Қазақтың ұмыт болған ас беруін әзірге жатқанын жандандырып, агигагой, 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 агигай. Ешкімді бұлай тұста сынамаймын, көп сөзді керегі жоқ бұлағайдың. Өтуге жақсы болып ат салыстық, асындай болмаса да олабайдың агигагой, 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 агигай. Білмейміз атамыздың өмірінен, өссек те осы ауылдың өмірінен. Менің де айтар сөзім аяқталды, көпшілік шықсақ болды көңілінен агигагой, 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 агигай. Болашақ халқым мұны елеп жүрсін, күн демей бірін-бірі демеп жүрсін. Өмірге риза болып аруақтар әрқашан түрлерді жемеп жүрсін. Агигагой, 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 агигай. Дұрып жанға өнімдеріміз қолсағалық. Үлкен рахмат. Рәтіп шақырамыз ортаға. Қатысып ағайынның жүргенімден ай, алаңсыз ат үстіндегі айынымен дауы жастай қалса анадан жүрекке түсір мәңгілік жетістіктің жаласауы. Анасындай болмайды ой, әкелердің данасауы. Жамағанда болсай алғаның, басыңа пәлеу тапқаның, отына күйіп мазақтың, маздаған отқа жанғаның. Осындай жанға кез болсаң, шайнаулы қалар бармағың, басыңа қиын іс түссе табады сенің туғаның. Зілді сөз айтып туысқа, бекемді одан суытпам, тегі бір дау кетпей дау кейін ұстап туыстам. Жүректе жатса арамдық, табылмас одан адалдық, абайламай сөз айтсаң артыңнан шығар жамандық. Сағатта сырт-сырт соғады, уақыт талға озады, көктем кетіп көз келіп сарғай өмір тозады. Табиғат заңы қаталай, кейде бір жанға батадай, мезгілсіз өтіп дүние маңғаздарсызда жатадай. Маңғаздарсызда ой жатадай, жатадай. Шынарбегіміз келеді ортаға. Сайын Шынарбек жан бұлай түсті, жақсылап доғарып беріп, мынау халқың жалықпасын. Ойымнан салған сөздай құрамайын ай, ортаңда ән талмай мен ай, шыдамайын ай.
әуелден атын танысы бала едім ай ой ду көрген тұлпардай боп ой тұра алмаймын ай айтыстай бастап берді оң аяғым ай ал енді аяқтасын ай бұладайың ай той қылып дүйім құл кеші келіскесін ай ой бұл істі халық неге ой теріс десін ай ризалап қос марқұмның аруағын ай аспанда халық тақтай ой періштесін ай өлеңде мен айтайын сұрағанға ай заманға ала құйын ай кінә бармай ай сыйғызған бір қауызға самғаламдай ай өліммен туғақ қоя бұл адамға ағайын көңілді боп тараңыздар ай халықты асқа бүгін құрағанда бұл сынға ақындар кеп түсесіңді есіме өткен адам түсесің бе отақаң туғызып таяй жеті бала өзінің жетімін алай мүшесіне ақындар осы істай мақтап жатыр атаның салт дәстүрін мақтап жатыр көздері жоқ болса да ортаңызда аруағы балаларына сақтап жатыр ас беріп әкесіне елді жиып борышын ұрпақтардың ақтап жатыр көмейден құйын өлеңі құйылып өлінің аруағына сыйынып той жасап ат шаптырмай алаңға болмай 25 алшында жиылып халықтың ән айтайын таппай неге қалайын осы тойдай шаппай неге ат шаба мүмкіндік болмай мынау чапайыптай болмай қалдым мінекей атпай кедей
жерге менен ай жайғасып ең ай той жасадық күлкештің пайдасымен ай арқанды тартысқандай екі ауылың ай ақстау жеңіп кетті ай айласымен ай жақсылар жамандар мен теңесемей ай халықтың көп қой алдамай келешек ай құлкештер ас беріп бір балғын істей ай орамал тарттырып жеңешемей тұлпарымын дуды көрсе тұра алмаған тазымын түлкі көрсе бұраңдаған бұрында заман қиын болып бізге мойынды салт дәстүрге бұра алмаған кейбіреу қағылып сыбарлардан шыға алмай отыр міне құмарлардан бұл тойдан ешкім қалмасын думанды халық жалғасындай бастама болып бүгін осындай іс ұрпақтар кейін қарай жалғасындай ақын деп атамаңдар теккемен бұл тойды көпшілік бобай өткереді ағайын тарап кетпелі айтыстан соң ет жейтігін күлкештер ет береді ән тыңдап ел көңілің жай табарсың осындай үлкен тойлар қайталансын атағың қалсын деген ат өлсе де бұл асты бүкіл халық айта қалсын тойыңда ақындар кебі толғап жүрсін басыңа тыныш заман ойнап жүрсін бәріңді періштелер қолдап жүрсін аруағы өлілердің қорғап жүрсін ауылға қара сайғы думаннан соң ән салдық елдің жолын қуғаннан соң болысты жасап жатыр бәкендер адайға жиен болып туғаннан соң қонақтар ақындар айтсын қорытындаймыз құттықтаушылар жігіттер енді
Rahmet Qali ağamız. Altındayıq. Al endi qonaqlar. Mana endi bugun bir oturuşdun məni özgesi болып жатыр endi. Eğer kelsizdek olup qalasa onu kechiringizler. Biroq bizler осы қазіргі беріп жатқан астың иелері қазіргі мынау өтіп жатқан ақындардың айтысына қатты риза болып отырмыз. Көңілге рахмат, өзіңіз бастап мына өнеріңізді, оның ішінде негізінен біздің жиендер мен жиеншалардан жинақтап алып келгеніңіз үшін осыдай сізге үлкен рахмат етемін. Әрі құрдасымсыз, әрі енді жолдасымыз аяғын қадырған. Шынарбек айналайын, саған да осы сенің қолың кимей жүретінін білеміз. Сені шақырушы көп, соның өзінде де мезгіл тау ортасына болса келіп жатырсың. Ал қалғанына бауырларым, көңілген боласы келіп өз екен. Мынау енді өзіменен мына екеуі жиен. Өнерлерің үстем болсын баршаларыңызда. Бейнеттеріңіз осы теңін тауып осындай шырқау болсын енді. Енді сіздерді бір еңбек сұрап келіп отыр деп есептеп отырғаным жоқ. Сіздер бар, ортасында айтып жатқан, мынау көтеріп жатқан темір дейме, есен дейме, солардың балалары бар, ән салып жатқан. Баршаңызға да үлкен рахметімді айтамын. Не тұрғанменен мынау орамал қондырмайды, жол болады. Сіздерің енді бүгінгілеріңізде еңбек деп есептеймін, бірақ алға қарайға да осындай той дәстүрлердің астың жалғастыру үшін деп, жол болсын деп, мынау өңкеңе Шынарбек жанға екеуіңізге бүгінгі Асманбай тойдың өзі жүруіне арналып жатқан қой болып отыр енді. Екеуіңізге қой. Мынау қастарыңға байлап отырған 4 қозыларыңа 4 қошақан. Енді бүгінен қалдырын алу керек. Алыңдар. Енді ол бермей кететін біз тұра қалып емеспіз ғой. Жұрттың өзін жеп кетеді. Айналайын кім ләтип, кім тастырет. Bir әкелдің алдыларын сұраймын, екеуің мұна 5 теңгелі. Жүрмей отыр мұнан жүрмей. Үндектеріңіз. Сау болыңыздар. Үндағандарың үшілдерін көп рахмет. Екеуі мезгіл бар ғой. Өнегелі өмір жолдарынан сөз қозғай отырып, балаларының Өтекеңмен Мақпал апайдың өсіп ержеткен шағына шейін келіп тоқтады. Енді екінші бөлімде осы қуанышты жақсылықты істердің куәсі болған Арал мамандығын жетілдіріп, Горек ауыл шаруашылығы техникумын бітірді, мамандық алып шықты. Айғаным екеуі Есентемір ауылының қызы үлкен өмірге бірге аттады. Үлкен қуаныш той басталды бұл ауылда. Осы қуанышта сол Айғанымның мамасы отыр. Ерғали ағамыз бастаған басқа туыстар бар. Сондықтан да келесі жақсылық тілекті Ерғали ағамыз бастайды. Содан кейін Бақытжанның қолқараты Бақтыгерей Горек белесін бітіріп, мамандық алып, шәкірт баулау ісіне араласты. Ержетіп Есейіп Бақтыгерей де сонау Атыраудың төрінен ұруы ысық ауылдың күйеуі болды. Оның бір жағында Бақтыгерейдің атасы Төлеуғали бұл шаңырақтың марқұм дүниеден өтті. Қазір құдағай қатынасы отырасында Күмістің мамасы, балықшыдан келген Күлсін құдағай. Сөз кезегін Ерғали құдамызбен Күлсін құдағай алады. Зетті ауылдың өнегесі бөлік бүгінгі мынау көптен ұмыт қалған азыз беру рәсімін жалғастырып отыр. Қабыл етсін демекпін. Жаста болсақ, сол Өтекеңнің жұмыс істеп жүрген кезінде араласып та қалдық. Өтекең Перміде біз сол азғантай уақыт сол Перміде жүрдік. Одан кейін өмірлерінде көрдік. Енді
немене осы шаңыраққа құданың ержет болып қалған балдар өмірін жалғастырып жатыр Өтекеңнің. Ұзағынан болсын, ұзағынан сүйіндірсін енді мына қалған өмірді балдардың. Демек біз ас берілген ас қабыл етсін. Демек біз енді Al taraftarımına Kudam'ın Kudağayımızı görmüşüm de onun mamasını göre kaldım. Ben de Kudağayım tek kana bıktırgana otluya dönüktü. Arjağım görmegen menen de talay sazastım, talay muğdastım. Sol baldarın başından ötken kıyımdığında, rakatında, kızığında Kudağayım aytkandı. Babası yok bolğanmen, maması yok bolğanmen agayın tuma mına Kudağlarım agayındары bolup, tuma tuğusu bolup, kolda osunday azamatlıkka jetkizipti. O Kudağı menen rahmet Halime'nin özifası olsun, başkaları olsun, bärine de müň rahmet aytamın. Balıkçıdan büyükten kızım gelip, bular menen karım katnaşasak agayın tuma bola bastadık. Uzağından bolsun, mına berip atırgan astarыңda Allah kabul etip, senlerge den sağlık bersin. Bada şağılarың menen bärinde kızıkta bolunlar. Ödü jübüme ittiribay mektepte. Sonun arkasında senlerge mına berip atırgan astarыңda kabul etip, endi bizlerce jamandyk bolmasın, toy dumanda, kızıkta kezdese gerek, көп aytkanda, az aytkanda da bäri осы agayın tumanın bastın amandygy menen, denniň sağlygy menen bolar daýnaýlar. Sağ olun. Endi os aytkanymdy kabram da köpsür, neyse көп aytkanda da görüp dilep koýat, oramançylyk menen. Үлкен рахмат Құдақжан, жаңа кеткен тағы. Жақшын естідім екен. Төртеу, анау, бесеу, мен алмайым, атам не алар екен. Жақсылықам управляющий, атамды алмай қалуым мүмкін. Содан мен алмайым, сонда бес қойдың есебі қоянды. Шүкіршілік қояй көріп. Ал енді Бақытжан мен Бақтығалидың жалғасы қарындастары, олардың үлкені Күлән, осы өзіміз білетін ауыл, Жайықтардың ауылына Қаден балаларына келін болып түсті. Той жасады, қуанышын көрдіңіздер. Бүгінде отауы бар. Сол Күлән қызымыздың ауылынан келіп отырған көптеген құдалардың атынан Ғилаш құдаға сөз сөйлеген жолдағалы отырмыз. Содан кейін Өтекеңнің ел ораларының кенжесі Жұмабек атты бала екенін білесіздер. Бүгінде Жұмабек оқып, ер жетіп, қызмет жасап жүрген, отау құрған осы ауылдан азамат бір шаңырақтың иесі, Өтекең жалғасы. Серік құда отыр, Жұмабектің атасы. Сондықтан да Серік ағамыз бен Ғилекең екеуі жақсылықты тілек айтып жіберсе дастарханға. Осы думанды қызық ұйымдастырып жатқан Өтекеңнің ұрпағы өзін Бақытжан. Мынау бүгін үлкен думан жасап, ата-ананы еске түсіріп жатсыздар. Бұл думанның бір ерекшелігі болып отыр. Бұндай думан өзі жоқ қой. Осы мен осы өзіміздің ауылда үшінші рет осындай ас беруге қатысып отырмын. Екте болсын, Жанбайда болдым осында. Ал бүгінгі думанның ерекшелігі сол. Өтекеңнің арғы аталарынан бері қарай кейінгі ұрпақтарының бәрінде айтып, таныстырып, кімнің кім екенін көптеген адамдарға түсініп жатыр. Біріншіден, тіпті өсігенде мына балалар ата сұрамайды оларға. Тіпті осы
adı жақындарының ішінде мүмкін метшенің болғанын, жуанның кім болғанын білмей қалуы мүмкін кейбір жастар мысалы. Ал бұл дейтін өте жақсы. Сонымен қатар енді тек қана үндемей тұруымыз барлық мынау дәстүрлі нәрселер, ойын қызық, айтыс, өлең бәрі де болып жатыр. Бұл дәстүр алға қарай жалғасса, мен өте жақсы жағдайда өтіп жатыр, және жақсы деп өзім баға беріп осы бүгін бір тәжірибе алып отырмыз. Бұл енді кейінгі жастарға, біздің әкелеріміз кеткен жастар бар, кейінгі сол жастарға жаңа өлеңде айтып жатыр ғой. Үлкен өнеге, үлкен бір тәжірибе болуы мүмкін, соны жастар қатерлесе өте жақсы болар еді. Енді өтекіңмен мен 5 жылдай ғана жолдас болдым. 57 мен 63 арасы. Одан бұрын әрине Жүбекеңді танимын, Имекең сол уақытта аға болды, біз жұмыстас болды Имекеңмен. Ал өтекең осы бана айтып жатыр ғой, мен енді көп дастархандас болған жоқ, осы былай аздаған соң болдым. Коллектив ішінде де дастархандас болдым. Коллектив өте қадірлі сондай адам болды. Айтыр, келіп, өтекеге келіп, осы коллективтің мүшелері маңыздар ғой, солар келіп, ақылын сұрап жатқандарда көзін көргені бар. Сосын айтқан, өте жақын кісі болды ғой, ол енді осы отырған жерде айтыр, концерт қоймайды, ертіп шығып кетуге болады, шынын айтқанда. Иә, үйлестіріп жүреді, әңгіменің бәрінде. Сосын жоқ демейді, сондай кіседі ғой. Болады дейді ғой, болады, болдың бақы сені жоқ. Сол ниетіне байланысты кейінде қалған ұрпағы да өзіне артып, әке шешесінің орнын ескертіп жасап, ескеріп осындай қуаныш жасап жатырмыз. Шырақтарым, Бақытжан Бақтыгерей, аман болыңдар, сендерің сау болсын. Сендердің ұрпақтарында осындай, сендерді кейінгі ата-ананы сыйлайтындай жалғаса берсін. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын, ұрпақтың қызығымен қуаныш көре беріңдер, ал амандықта болайық барыңыздар. Рахмат, Ғилеке. Ал енді рахмет қайбақтан орынғали Имекке бұл енді мынау бір үлкен кейін үлкен бір адамның көрмеген, естпеген, білмеген жақсыдан. Мен дейтін бұл ауылменен өзім жақын болмаған менен ерте ата ұрпағымыз аталас бәрі бір күдес адамды. Шақы оғаның бер жағында Шыңшықайы ұстау дейтін бар. Қарасы 5 шақырым. Жаңа айтып жатыр ғой, Шақы оғасынан бәріміз көп болса 10 шақырым, 5 шақырым сондай сөйлетін аталарымыз өсті, өнді, туды деді. Ал сол сияқты бәрімізде есендеуір болғанда күкіш болғанмен сөйлді бірге өсіп, бірге туған адам. Бала болсақ та білеміз. Ол ауылдан ертеде бізден бір екі шешеміз болды. Біреу осы ханым, біреу Жүпат дейтін. Жүпат Жұмағайдың әйелі. Иманғали дейтін кісінің әйелі болды, қызы. Иманғали дейтін өте бір қадірлі істеп естеміз, баламыз білмейді. Бей кісі, сондай қадірлі кісі деп естім. Ал сонан бері қарай жалғасып жатқан адамбыз. Бірімізді біріміз көргенде нағашы енді көретін еді. Оның бер жағында дәмді қосылуымен адамды адам болдық, құда болдық. Қыз бердік, қыз алдық. Ал үлкен аралас, үлкен осындай зейін, осындай жақсы адам болдық енді. Біріміз енді мына құда дейтіннің өзі өте менше қымбат кім болғанда да. Құда дейтіннің адамды құдаға дейтіннің бұның мен өзімше қойман кім болса да, білеміз, басқа адам болса да, құда болғасын жерде оған еш нәрсе ондай болмай екен, өте қадірлі болады. Сондай қадірлі адамдарымыз енді. Ал енді бақытта қарап, жасап атқан ата-анаға құрметті қабыл болсын. Олар да сізден сыйлап жатқан болар ма халықтың? Осы халықтың айтқан тілектерінің бәрі қабыл болғай. Рахмет. Жарық болсын, алдарынан жарық күн тұрсын. Бәріміздің осындай амандық бола өренді. Үлкен рахмат. Ұрпақтарымыз осындай өне берсін деп осы айтқым келеді. Нұржау селосында тұрмыста Тоқмамбет адайлардың келіні Саяқта, Гүлмайда
қызы. Келесі қызы Зәуре мамандық алғаннан кейін ол да бір отау болып, мынау көршілес Новогат ауданының Новогат селосындағы Есенқұл Беріш Қисекен ауылына келін болып отыр қазір. Зәуре дейтін баласы. Енді келже қызы Орынгүл осы мамандық алғаннан кейін дәрігерлік қызмет жасады өзінің ауылында. Қазір осы ауылдағы Тоқпанбет адай Әбен ағамыздың келіні. Мінекей енді Өтекеннің ұрпақтары осындай 7 бала, 7 жермен құда болып бәйтеректері жалғасып, тойдырманы күн сайын жалғасып келе жатырған, жақы көбейіп келе жатырған шаңыраққа айналды. Қуаныш, сондықтан да тағы да ән кезегіне кезек береміз. Әуелеп ұшқан мұздыр, қай бозаңда болар сай, бозаңның түбін суалса, қайғыда болар сай, қаралашын ақтүй, он қайында болар сай, қайының басын жел соқса, қайғыда болар сай, 90 тарау суақса, дарияның болар сағасай. Дарияның болар сағасай, айдай қу, Саншируе қолынса, батырлар болар ағысай, ақсүйірне көптіңдер, қасасылдың баласай, қалы кілегін қарынар жарасады қатарғай. Алғана жейсән жарасар, бұл бір күнгі сапар, қаумалаған қарындас қазақта барда менде жоқ. Арызымды айтар айдай айқу, оның жолдастары, құрбылары көп көмектің тигізіп жүргені сөзсіз. Ол бүгінде байқалды. Бақытжанның көптеген достары Қуаныш Бақтарханның басында отыр. Сол қонақтардың атынан облыстан келген досы Қақиым, ауданнан келген досы Ғаллам, ауылдан келген досы Ғадыл сөз алады. Енді осы үлкен асты ұйымдастырып жатырған Менше қарттың, Жұбан атамыздың ұрпақтары, Өтекеннің ұрпақтары, астарыңыз қабыл болсын. Осындай өнегелі тәрбие бүкіл мынау Исатай елінде тек қана осы бір ауылда болғанмен бүкіл жан-жақтан келіп отқан болар. Жаңа үлкен қарттарымыз айтып жатыр. Жаңадан басталып жатқан қазақтың ескі дәстүрі үлкен орынды мәселелер, жақсы өнерлер қозғалып жатыр. Осының ұрпақтары осы ортамызда, қоғамымызда орын тепсін. Жаңа айтып жатыр, біздер көптен бері жатқан жолдастарымыз, ағады інілі болып жүрген осы ауылдың баласымыз, елдің баласымыз. Сондықтан да үлкен кісілердің айтқандары қабыл болсын. Ар уақытта да осы біздің тек қана жолдасымыздың мерейі емес, барлық ұрпақтардың, осы қалыптың ұрпақтары, осы бабын тұтқан үлкен ағалар, рахмет, қария ағаларымызда оны жақсаймыз. Кейін өсіп жатқан қарындастарымыз, інілеріміз, бәріңіздің де абайларыңыз осы ата-аналардың, әкенің, ағайын тұсқаның алдында ата беріңіздер. Көп рахмет, сөз жатқандарға. Жалғыз Бақытжан, менде біз екеумізді де бірге оқымаған, мен бір елде тұрмаған, мен енді осы бір танысқаннан бері қарай ағайын адамдай жолдас болып кеттік, бір үйдің баласындай болып кеттік. Енді сізге айтамыз, мен беріп жатқан астарыңыз қабыл болсын, жапырақтарыңыз жайлық, тамырларыңыз тереңдей берсін. Әрдайымда да осындай шаңырақтарыңыз жақсылыққа, дастархандағы жарыққа жайыла берсін. Астарыңыз қабыл болсын дегім келеді. Рахмет.
Ал енді құрметті жамағаттар, мынау Мече әулетінің ұрпақтары бүгін ас беріп, осындай үлкен қауымды жинап, алыстан жақындан жинап жатыр. Енді біздер Бақытжанның 10 жыл бұрын оқыған кластасымыз, бір ауылданбыз. Сөз беріліп жатырғаннан кейін айтайын деген пікірім, жаңа үлкен кісілерді айтылып жатыр. Мынау ас беру дейтін дәстүр көп жаңа ғана қолдау тауып жатырған дәстүр, ата сал дейтін. Менің Бақытжанның кластасы ретінде бұлай енді ас беруді кітаптан оқимыз ғой. Мынау Абайдың 20 жылдығы болып жатыр. Абайдың жас кезінде беделі атағы анау бөжейдің асында берілгенде сондай іскерлігімен, ұйымдастырушылығымен атағы шығып Абай болған екен дейді. Енді біздер мынау жолдасты, жігітті жолдасынан таныдайды ғой. Біздің енді құрдасымыз Бақытжан осындай жаңағы көкейінде жүрген, бәлемізден бері ойында жүрген ойы бүгін орындалып, сол бір мойнынан жүк түскендей ата-ананың парызын аяқтағандай болып отыр. Енді Бақытжан енді мынау қабыл болсын, ата-ананың алдында парызын өтеп жатсын. Бірге жас кезімізде енді бірге жүрдік. Мынау Айғаным сіздің үйге келмей тұрғанда, Айнаш біздің үйге келмей тұрғанда мынау вечерден шығамыз. Үйіміз енді жақын ғой мына жерде. Сол үйге бармай қалса Бақытжан үйінде қонып қаламыз. Сондай бір күні қонып қалғанда орынғы кішкентай ғой. Сол Бақытжанның қасында мойнынан тастай алып құшақтап жататын болса керек. Сол Бақытжан деп ойлаған ғой. Мойнынан келіп біреу бала құшақтап жатыр енді. Сол Жалмажан енді көзіліктен біліп қалды ма, Жалмажан сосын Бақытжанның қасына қарай ығысып кетті. Сол енді ата-ананың орнында болдың. Бәріміздің құрдас болсақ та сені аға ретінде сыйлаймыз. Жаңа өзің айтып жатсың ғой, әкең өлсе де әкеңді көрген өлмесін деп. Бірақ ол кісілер аңды сонда көргенде бір жылы сөзін айтатын болар. Сүйреп қосқан тазы түлкенін айт дейді. Сен осылай ұйтқы болып жүре бермесең, жаңа балдардың бәрі де орнына, ұлын ұяға, қыз қияға деген сияқты орын-орнына кетпеген болар еді. Сен енді жөн білетіңді көрсетіп жатсың. Мынау енді қартын ағашыларыңа тапқан боларсың. Енді жаңа Есентемірдің аты жиі аталып жатыр ғой. Мынау Өтекеңнің ұрпағынан екі кісі осы алтын табылған жерде белден қаздайды. Бақытжан да Жұмабек те Есентемір алдына алған екен. Үйдана аталар өсиет айтып кеткен болар енді. Тағы да ала жататын болар енді. Біздің көріп отырғанымыз осы. Осы дәстүр. Мен жаңа осы көп кісі енді шайдан кейін кісі, көп кісі іштен сыртқары шығып бара жатырғанда мынадай бір сөзді құлағым шалып қалды. Ұрпағымыз осындай бізді құрметтейтін болса, осындай болып өсетін болса, осындай ас беретін болса,